әріптестер, бүгін сіздермен осы қашықтан оқыту жағдайында осы шара арқылы кездесіп отырған өзім қуаныштымын. Қашықтан оқыту жағдайында тиімді кері байланыс беру жолдары тақырыбындағы вебинарды жүргізетін педагогикалық шеберлік орталығының Қызылорда қаласында филиал тренері Оспанов Ерболат Тұрсынтайұлы. Әрине, бұл қазіргі елімізде болып жатқан жағдай біздің білім беру жүйесіне де өзінің ықпалының әсерін тигізбей қоймады. Сондықтан қазіргі таңда білім беру жүйесінде бірқатар өзекті мәселелер, сұрақтар туындауда. Соның бірі, жаңа чаттан көріп жатырмын, кері байланыстың өзектілігі. Енді ең алдымен ой шақыру үшін сіздерден бір сұрақ, жалпы кері байланысты кім қалай түсінеді? Бірер әріптестердің пікірін білсек, кері байланыс дегеніміз не? Соған бір-екі ойларыңызды жазсаңыздар. Сіз үшін кері байланыс дегеніміз не өзі? Соған пікірлеріңізді білсек. Әріптестер, қысқа жазсаңыздар болады, толық емес. Жақсы. Гүлнар Тәңірбергенқызы үшін бұл пікір дейді, әрине оқушыға жазылған. Жақсы, және Зұрханға рахмет. Өзінің жасаған ісіне баға беру. Өтке жақсы, Нұркен әріптесіміз Назарбаев зияткерлік мектебінен қосылып отыр екен. Өзім көрген нәрсеге реакция, яғни жақсы жауап беруім дейді. Өте жақсы. Бағалау 226-ші жетекші мектептен де қатысып жатыр екен біздің. Өте жақсы іс-әрекетке үн қату. Жақсы әріптестер. Кері байланыс төңірегінде бірқатар мәліметтер, бұл ой шақыру, сіздердің белсенділіктеріңізді айқайын дегенмін. Біздің ғаламторым жақсы жұмыс істеп тұрған секілді. Енді осы сіздердің айтқан пікірлеріңіздің барлығын жинақтай келе, мен мына жерде ұстаз сапасы оқытушылық қызметінің халықаралық саммитінде пікірді назарларыңызға ұсынсам деймін. Оқу мен оқытудың сапасы тікелей кері байланысқа тәуелді. Яғни оқу үдерісі де, оқыту үдерісі де осы кері байланысқа тікелей байланысты екендігін атап отыр. Осы айтқан пікірлеріңіздің барлығы кері байланыстың маңыздылығын көрсетіп жатқан секілді. Енді осы вебинарды өткізер алдында бірқатар ғалымдардың еңбектерін қарап отырып, Джон Хеттидің осыған дейінгі тәжірибемізде қолданып жүрген еңбектерінің бірінде кері байланыс ең бастысы оқушының 3 сұрағына жауап беру керек дейді. Ең алғашқы сұрақ, мен қандай білім немесе дағдыны дамытқым келеді, немесе мен не үйренемін деген сұраққа жауап берсе. Екіншісі, менің оған әлеуетім қандай, немесе мен оны қалай үйренемін. Және үшінші сұрағы, енді не істеуім қажет, немесе келесі қадам қандай болу керек. Міне, кері байланыс қандай жағдайда болса да, оқушының осы 3 сұрағына жауап бере алатындай болса дейді. Енді қазіргі таңда өзі дәстүрлі оқыту жүйесінде кері байланысқа беруге әбден дағдыланған мұғалімдерде қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланысқа деген көзқарастары немесе осы мәселемен жұмыс жасауда қиындықтар туып жатқан естіп жатырмын. Енді сіздерге сауал, қазір осы 4-ші тоқсанның басталғанына 5 күн ғана болды. Осы уақыт аралығында сіздердің педагогтеріңізде қашықтан оқытуда, оқушылардың жұмыстарына кері байланыс беруде қандай қиындықтар тууда? Соны бір-екі пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Оқушылардың қазіргі қашықтан оқыту жағдайында жұмыстарына кері байланыс беруде педагогтерде қандай қиындықтар туындауда? Пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Бұл жерде жетекші мектептер. Тікелей қарым-қатынастың болмауы дейді. Өте жақсы. Жаңа жетекші мектептерді көргенмін, қаншама басқа филиалдағы әріптестер, белсенділіктеріңізді көрсек. Гүлмира Қапанова әріптесіміз, барлық жұмысқа жауап беруге уақыт таппай жатамыз дейді. Өте жақсы. Уақытты көп алады. Индивидуальны әрбір оқушыға тұлғалық кері байланыс болғандықтан уақытты көп алады дейді. Әрине келсем. Мен де өзім осы қашықтан оқыту жағдайында педагогтар, курсты аяқтаған педагогтарының тарапынан бірқатар сұрақтар туындауда. Олардың көбісі жалпы ғаламтордың, құралдардың жоқтығы деп жатыр, интернет жылдамдығының төмендігі деп жатыр, сіздердің айтқан пікірлеріңіз деп жатыр. Бірақ қандай жағдай, қашықтықтан оқыту болса да, дәстүрлі оқыту жүйесі болса да, бұл жерде кері байланыста ең бастысы мәселені түсінетініміз бұл оқуға немесе оқыту үдерісіне қалай ықпал етеді? Осы нәрсеге тоқталсақ.
Енді сіздердің айтқан мынау мәселелеріңізді қазір кері байланыс туралы алдындағы слайдтарда мен толығырақ тоқталып өтемін. Енді кері байланыс оқу мен оқыту үдерісіне екі бағытта ықпал ететіндігі. Біріншісі танымдық бағытта, яғни оқушының қандай жаңа білім алуы немесе нені үйренгендігі. Екіншісі ынталандырушылық бағытта ықпал етеді. Ол яғни оқушының оқуына қалай қолдау көрсетіліп жатыр. Міне осы тұрғыда екі бағытта ықпал ететінін назарда ұстауымыз қажет секілді. Енді қазіргі таңда мынандай сұрақтар көп туындайды. Қашықтан оқыту жағдайында менің оқушыларымның оқу сапасы төмендеп кетпейді ме? Мен қаншалықты оқушыларымның осы тапсырманы орындап жатқанын дұрыс бағалап жатырмын? Менің кері байланысым сапалы болып жатыр ма? Менің өз кері байланысымның тиімді болып жатқанын қалай өлшеймін деген сұрақтар. Рас, әрине, барлық кері байланыстар тиімді бола бермейді. Енді соның ішінде өз кері байланысының тиімді екенін неден көруге болады? Қалай өлшеуге болады? Міне осы тұрғыда қарасақ, бірқатар ғалымдардың осы тұрғыда жауаптарына мән берсек. Тиімді кері байланыс оқушыларға өздерінің оқуының тиімдігін және танымдық жағынан қай бағытта енді даму қажеттігін айқындауға көмектесу қажет. Сол секілді тағы бір ғалымдар тобы тиімді кері байланыс оқушыны қолдана алатындай ақпараттан тұрғанын жөн дейді. Және оқушының өз қабілетінің деңгейін және нені жасай алатындығына сенімділігін арттыруға бағытталу керек. Енді оқушылар өздерінің түсінігінен тыс ақпараттарды қабылдай бермейтінін әріптестер, педагогтар жақсы біледі. Дәлірек айтсақ, яғни оқушыларға кері байланыс тиімсіз болса, олар оны мұқият тыңдай бермейді, немесе оған мән бермеуі де мүмкін. Енді осы тұрғысынан қарасақ, бүгінгі вебинар барысында мен сіздерге не ұсынамын? Әрине, ғалымдардың еңбектерін ағылшын тілінде жазылған бірқатар еңбектер бар екен осы онлайн режимінде оқыту, қашықтан оқыту жағдайында. Соның ішінде Хетти мен Темперлейдің 4 деңгейлі кері байланыс моделіне көзім түсіп, сіздерге мүмкін пайдасы тиер деп ойладым. Бұл 4 деңгей қандай деңгейлерден тұрады? Екі ғалым тапсырмаға берілген кері байланыс деген түрлерін ажыратып береді. Тапсырманың жүзеге асырылуына берілген, яғни жағдаяттық кері байланыс дейді. Және қазіргі таңда оқушылар үшін өте маңызды болуы мүмкін өзін-өзі реттеуге берілген кері байланыс және өзімізде көп қолданатын жеке оқушыға берілген тұлғалық кері байланыстар. Міне бұл ғалымдар кері байланыстың осындай 4 деңгейлі моделін ұсынып отыр. Бұл да әрине біздің өз тәжірибемізде қолданып жүрген кері байланыс. Осы модельдің қайсысына көбірек жақындайтынын өздеріңіз таразылап көрсеңіздер. Енді осы вебинарға дайындық барысында қазіргі қашықтан оқыту жағдайында біз мұғалімдерге де білім көтеру жағына көбірек мән беруді талап етіп отыр. Ғаламтордан бірқатар мәліметтерді оқып отырып, Алматы қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығында жұмыс жасайтын әріптесіміз Асхат Әлімов ағай, бұл ағайды бірқатар мұғалімдер біледі. Сол кісінің мақаласында кері байланыс ұсынудың ережелерін оқып, осы сіздерге бірқатарын ұсынсам деймін. Кері байланыс беруде мұғалім өте позитивті болған жөн. Кері байланыс бағалаушылық тұрғыдан берілмесе, және кері байланыс үнемі оқушыны нені дұрыс орындағанына бағытталып, ынталандыруға ұмтылып отырса. Кері байланыста сыпайылық өте маңызды рөл ойнайды. Және Шәкәрім Құдайбердіұлының айтатыны, мұғалім мен шәкірттің оқу мен білім іздеуде тең дәрежедегі құқылы болу қажет дегендей, тең ұстау ережесінде ұстанып, және оқушыны кері байланыс үнемі жетістікке, табысқа апаратындай сәттілікке бағытталса, және оқушының дұрыс орындаған әрекеттері үнемі мадақталып отырса дейді. Енді төменгі жақта екі ережені қызыл түспен беріп отырған, бұл жерде Асхат Әлімов әріптесіміз бұл ризашылық білдіру мен тыңдай білу деген ережені кері байланысын көрі, кері байланысты қабылдау ережесі деп аттаған жөн дейді. Не себепті? Дәл осы ойға Джон Хеттидің еңбектерінде де мынандай жақсы бір ой бар. Кері байланыстағы ең маңызды нәрсе кері байланысты ұсыну емес, кері байланысты қабылдау дейді. Яғни, оқушы кері байланысты қалай қабылдап жатыр, кері байланысты қаншалықты түсініп жатыр, қалай интерпретация жасап жатыр, бұл өте маңызды. Себебі кері байланыста қарап отырсақ, кері байланыста бір оқушыға берілген кері байланыс екінші оқушыға мүлде сәйкес келмеуі мүмкін. Бүгін берілген кері байланыс
ертең мүлде мазмұнның формасын өзгертуі мүмкін. Және тағы бір айта кететін не, барлық кері байланыстардың 3-тен 1 бөлігі мүлде жұмыс жасамайды дейді. Мұндай кері байланыстар тобына көп жағдайда негативті берілген кері байланыстар екенін педагогтар сіздер жақсы білесіздер. Енді кері байланыс қандай формада беріліп жатыр қазір қашықтан оқыту жағдайында? Кейін өзіміздің дәстүрлі тәжірибемізде қолданып жүрген жазбаша кері байланыстар, графикамен беріліп жатқан кері байланыстарды көріп жатырмыз. Соған қосымша тағы аудио, видео құралдар арқылы да қазір ұсынылуда. Енді бұның қайсысын жиірек қолдану керек деген педагогтарда сұрақтар туады. Қайсысы тиімдірек деген. Мынау әдістемелік нұсқауқаттың ішінде мұғалімдерге жақсы түсінікті тілде жазылған кері байланыстың формасын немесе кері байланыстың берілу жиілігін әрбір мұғалім, әрбір педагог өзі анықтайды. Өзінің алдында отырған оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес, тапсырманың күрделілігіне сәйкес өзі анықтауына болады. Енді қазір қашықтан оқыту жағдайында біздің мұғалімдерде осы кері байланыс беруді қандай платформалар арқылы беруге болады деген сұрақтар. Енді білім беру тәжірибелеріне қарасақ, бірқатар өте тиімді платформаларды ұсынады, бірақ кеше 1 сәуірде елімізде болған сынама сабақтардан кейін бізге Қазақстанда мұғалімдерге де, оқушыға да, ата-аналарға да қолжетімді болатындай, икемді болатындай, тиімді болатын платформаларды біздің білім және ғылым министрлігіміз өздері ұсынды. Яғни бұның қатарында күнделік KZ сайты, Білімленд, Дарын онлайн деген, және олармен қоса қазір мұғалімдер осы бір аптаның төңірегінде бір-бірімен тәжірибе алмасып жатыр. Аймектептің ресурстарының өте тиімді екендігі, Опик KZ-те қазіргі таңдағы Алматы баспасынан шыққан оқулықтардың электронды нұсқалары өте қолжетімді екендігі, Classroom Meet бір сыныптың пән мұғалімімен, сынып жетекшісімен байланысын құруға өте тиімді. Classroom Meet деген мынау тұрған сайтта бұл өте тиімді екені. Сонымен қатар Padlet.com сайты да өте тиімді. Бұл біздің кеше сіздерге 8 сәуір күні Тияқбаева Гаухар әріптесіміз осы Padlet.com сервисінің қолдану ерекшеліктері, оның тиімділігі төңірегінде вебинар өткен болатын. Сол кезде бұл тақтаның кез келген оқыту үдерісінің кез келген саласы, мәселесі бойынша өте тиімді екендігі және бірқатар участник дейміз, қатысушыларды қамтуға да және өзара пікірлесуге, идея алмасуға өте тиімді сайт екенін атап өтті. Сонымен қатар енді қазіргі біздің өзіміздің өңірде мұғалімдердің тәжірибесіне қарап отырсақ, көбісі мессенджерлер арқылы да кері байланыстарды ұсынуда. Оның қатарында WhatsApp, Skype, ВКонтакте, Facebook мессенджерлері. Міне осылар арқылы да оқушыларға кері байланыстар берілуде. Енді олардың ішінде мен сіздерге осы 1 аптада болған кері байланыстардан 1-2 мысалын ұсынсам. Мына жерде WhatsApp желісі арқылы 5-ші сынып оқушысына берілген кері байланысты көріп отырсыздар. Сондықтан мына жерде сұрақтарға қазір Станова Айжан деген әріптесімнен. Сондықтан енді сіздерге мына жерде оқушы ағылшын тілінен орындаған кері байланысына мұғалімнің тапсырмасына мұғалімнің берген кері байланыс және екінші бетінде тұрған оқушының сұрағы мен мұғалімнің берген жауабы төңірегінде не айтасыздар? Бұл тиімді кері байланысқа жатады ма? Немесе бұл кері байланыс оқушының оқуына ықпал етеді ме? Қалай ойлайсыздар? Бір-екі пікірлер бөлсек, жалпы графикалық кері байланыстар оқушының оқуына қаншалықты ықпал етеді? Жоқ дейді, Тастанова Айжан, өте келсем. Мамедова Райхан жоқ деп жатыр. Бірақ әріптестер нақты емес, өте жақсы. Сөзбен жазып, талдап айтқан дұрыс деп ойлаймын. Жоқ деген. Жақсы. Енді әріптестердің мүмкін деген жауаптар бар. Себебі, оның да өзіндік себебі бар, қазір тоқтаймыз. Нақты емес. Жақсы әріптестер, ойларыңызды біліп жатырмын. Енді бұл жерде мен де бұны тиімді кері байланыс тобына жатқыза алмаймын. Себебі ең бірінші тапсырмада қарасаңыздар, оқушының өзінің орындаған жұмысына мұғалімнің реакциясы дейміз,
қалай жауап бергендігін көруге басқарма қаншалықты әсер етеді. Оқушының оқуының ілгерілеуіне әсер ете бермейді. Екінші, оң жақтағы тұрғанда қарасаңыздар, оқушының орындаған жұмысынан кейін мұғалім пікірін білдіреді, яғни нені дұрыс істемеген, қай жаққа мән беру керек екенін айтады да, бірақ оған да түсінбеген бала тағы бір сұрақ қояды. Сонда олардың тіршілік ортасынан тұратын бір тұтас табиғи жүйе жазамыз ба дейді. Демек, осы жерде қарап отырғанымыз, қазіргі таңда оңай емес педагогтар үшін. Мынау бір сыныптағы 25 оқушыға бірдей уақытта, бір күннің ішінде дейміз мысалға, барлығына бірдей жауап беріп жату уақытты алады әрине. Сондықтан оның әрқайсысына комментарий жазып жату да дұрыс емес деп отырмыз. Бірақ бұл қажеттігін сіздердің жауаптарыңыздан көріп отырмын. Сондықтан мұғалім бір оқушыға бірнеше рет жазғаннан көрі тапсырманы берген кезде инструкцияны, яғни сол тапсырманың орындалу қадамын оқушыға түсінікті қылып, яғни оқушы тарапынан сұрақ тумайтындай қылып түсіндірсе, әрине мұғалімнің де уақытын үнемдеуге мүмкіндік болады деп ойлаймын. Енді дәл осындай WhatsApp-та 7 сәуір күні берілген кері байланыс күнделік KZ платформасы арқылы берілді. 7 сыныпта қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі мынандай комментарий жазды. Бұл керек еді. Мәтінді көре алмадым, бірақ жоспар құрылған. 5-ші тапсырма бойынша сөз жұмбақ жасалынған. Бұл кері байланыс тиімді кері байланыс тобына жатады десеңіздер, плюс жатпайды десеңіздер, минус белгісін қойсаңыздар. Жақсы, Үмбетбаева Сәуле, Шайнагүл Зұрқанқызы. Жақсы. Жаңа алдыңғы кері байланыспен байланыс, WhatsApp желісіне берілген кері байланысқа қарағанда, бұл жерде уже ойдың өзгерген. Мен де келсем, не себепті мұны тиімді кері байланысқа жатқызуға болады? Себебі, ең алдымен оқушының жетістігі аталған, нені дұрыс істегендігі тұр, және оқушының келесі қадамы қандай болу керек, оған бағыттау бар деп ойлаймын. Жақсы. Енді сонымен қатар біз педагогикалық шеберлік орталығы жоғары оқу орындары мен арнаулы орта оқу орындарының оқытушыларының біліктілігін арттырумен айналысып, және осы курстардан кейін оларға курстан кейін қолдау жүргіземіз. Міне осы тұрғыда Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледж оқытушыларына үнемі әдістемелік тұрғыда қолдау көрсетеміз. Олар да қазір онлайн режимінде, қашықтан оқыту режимінде процесті жүргізуде, және олардың колледж цифрлық басқару жүйесі деген өздерінің жақсы сайттары бар. Сонда берілген кері байланыс үлгісі, мына жерде енді ағылшынша берілген, бірақ мен бұл жерде оның мазмұны емес, бұл жерде берілу формасы, яғни бұл өте тиімділігі, және бұған мұғалімдер де, студенттер де, оқытушылар да өте жақсы үйреніп кеткендігін көре аламыз. Себебі бұл колледж, бұл сайтпен уже 3 жылдан астам уақыт жұмыс жүргізіп келеді, және дағды қалыптасқан. Кеше төтенше жағдайда бұл колледжге ол өте ыңғайлы болып кетті десек те болады. Ешқандай қиындық, сұрақтар туындаған жоқ. Бұл да бір мүмкіндік. Келсемін, Жазира, онлайн өткізбейміз, қашықтан өткіземіз. Өте жақсы. Келсемін. Енді сіздерге қандай ұсыныстарым бар осы тұрғыда? Қашықтан оқыту кезінде кері байланыс ұсынуда қандай тәжірибелерді ұсынады деген. Мынау халықаралық тиімді оқыту журналында мынандай бір жақсы 7 тәжірибені ұсынды. Бұның кейбіреуі сіздерде болуы да мүмкін. Сонда да назарларыңызға. Яғни кері байланыс беруде әрбір оқушының есімін атап отыруды ұмытпаған жөн дейді. Себебі оқушы өзінің мұғалім назарында екендігін үнемі көріп отырады, және оқуға деген мотивациясы төмендеп кетпейді. Кері байланысты жиі әрі жүйелі орнатып тұру керек. Мен бұл жерде айтатын, кеше ғана өздеріңіз көрсеңіздер, YouTube каналында бірге оқу деген арнайы каналда жақсы республика мұғалімдеріне қазір қашықтан оқыту мәселелер талқыланды. Сол жерде Астана қаласындағы 76-шы орта мектептің, мектеп лицейінің мұғалімі Мөлдір әріптесіміз. Сол кісінің айтуы, яғни кері байланыс беру кезде уақытта, түске дейінгі уақытта сабақ берсек, оқушының орындауына түстен кейін белгілі бір уақытты береміз, ол қай кезде бос болады, сол кезде орындайды дейді, және күнделікті уақытта оқушылармен бірлесіп отырып, кері байланыс қай уақытта беріледі, соны нақтылап қоямыз дейді. Сондықтан бұл өте тиімді деп ойлаймын, бірақ қалай болғанда да оқушыны дағдыландыру, қай уақытта кері байланысты оқушылар алынады, және ол бойынша өз жұмысын қалай жақсартылады.
Сондай-ақ жедел кері байланыс ұсыну, бұл да өте кейбір кезде, мына жерде Софт Татьяна жақсы айтып жатыр, қажет кезде мұғалім оқушымен синхронды байланысқа шығады. Тапсырманың орындалуына байланысты. Яғни аудио, видео жазбалар арқылы берілгенде, мысалы, тіл мамандары тақпақ беруі мүмкін, қандай да бір тіл бойынша, тілдік ерекшелік бойынша бір белгілі тапсырманы аудиомен берген кезде жедел кері байланысты қажет етеді. Сондықтан бұндай тәжірибеде бар екендігін назарыңызға ұсынамыз. Теңгерімді немесе орыс тілінде балансированный кері байланыс ұсыну, бұл біздің қолданып жүрген сэндвич әдісіне ұқсас, яғни берілген тапсырманың логикалық бөліктерге әрбір бөлік байланыстар. Теңгерім бүгінде қандай жетістіктер болды, үшінші бөлігінде қандай жетістіктер дегендей. Және тағы бір тәжірибе нақты кері байланыс ұсыну, нақтырмасында қай жері өте мықты шыққандығы, оқушы өзінің мықты тұстарын, немесе оқушы өзінің қай тұста осал болып тұрғандығын көру байланыстарда өте маңызды екендігі. Жаңа жоғарыда айтып кеткен ережелердің ішінде позитивті кері байланыс, бұл бізде 2 жұлдыз 1 тілек деп ойлаймын. 2 жұлдыз 1 тілек әдісі дәл осыған келеді, яғни позитивтіліктен бастап оқушыға келесі қай бағытта даму қажеттігі ұсыныс түрінде беріліп отырса. Және тағы бір тәжірибе, оқушылардың ойлауын дамыту үшін сұрақтары бар кері байланыс ұсыну да өте маңызды. Арғынбаева Аида, келсем, аудиомен мүлде болмайды ма кері байланыс жасауға? Мен қазір алдағы уақытта айтамын, ол жөнінде тоқталамын. Енді келесі кері байланыс беру тәжірибесінің принциптері, мен осы Қызылорда қаласымен бірлесіп, біз тиімді кері байланыс туралы әдістемелік нұсқау жазғанбыз. Сол кезде бірқатар еңбектерді зерттедік. Соның ішінде осы принциптер, бұл принциптер мүмкін бізде болуы да мүмкін өз тәжірибемізде. Сонда да бір қайталап өткеннің артықшылығы болмайды. Оқушының оқудағы өзін-өзі бағалауын жетілдіруге ықпал ету тәжірибесі. Мұғалім мен оқушының арасында оқыту мен оқу үдерісін жақсарту үшін диалог қалыптастыру. Бұл қазіргі таңда жаңа сіздер айтқан проблемада болып жатыр. Диалог, осы өзара әрекеттестік әлдеқайда төмендеп кетіп бара жатқанын байқап отырмыз. Сапалы өнімділікке қол жеткізуге ықпал ету тәжірибесі. Бұл жаңа айтып жатырмыз, өзіміздің кері байланысымыз, немесе оқушы жұмысының сапалы болуы, әрине, оқушының да, мұғалімнің де не нәрсе бағаланатынын жақсы түсінуі. Ол үшін ол қандай мақсатпен жұмыс жүргізіп жатыр педагог. Және осы мақсат арқылы оқушының қандай нәтиже күтеді. Яғни оқушының әрекеттері қандай критерийлер бойынша бағаланады, оны нақтылап алса, әрине, өнім де сапалы болатынын өзіміз түсінеміз. Яғни ағымдағы жетістік пен күтілетін нәтиже арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған тәжірибе. Бұл әрине әрбір оқушы өзінің қалай жетістікке қалай бара жатқандығы, және осы жетістікке жетуде оған қандай жаңа нәрселер үйреніп жатыр, түпкі нәтижеге жету үшін әлі қанша қадам жасау керек, оған оның әлеуеті қандай деген сияқты осы екі аралықты үнемі педагог сәйкестендіріп отыруға ықпал етіп отырса. Сонымен қатар оқушыларға өз оқулары жайлы жоғары сапалы мәлімет беру тәжірибесі дейді. Және позитивті, ынталандырушы, өзін-өзі бағалауға жетелеу тәжірибесі деген, және мұғалімдерге оқушылардың оқуына қолдау көрсету үшін қажетті ақпарат ұсыну тәжірибесі. Бұл жоғарыда айтып кеттік, яғни оқушы барлық ақпаратты бірдей қабылдай бермейтіндігі, және тақырыпқа сәйкес, және оқу мақсатына сәйкес бұл ақпарат қаншалықты оқушының оқуына ықпал ететіндігін мұғалім жақсы анықтап өлшей алу керек. Себебі ол ақпарат өте шектен тыс болған жағдайда, және тақырыпқа сәйкес келмеген жағдайда оқушының оқуға деген қызығушылығы да төмендейді, және ол оны мұқият қарай бермеуі де мүмкін. Тапсырма орындауда жауапкершілігі де байқалмауы мүмкін. Енді мынау қалыптастырушы бағалау теориясы төңірегінде елімізде бүкіл әлем тәжірибелерінің ішінде Пол Блэк пен Дилан Уильямның еңбектері өте пайдалы еңбектер десек болады. Соның қара жәшік ішіндегі жұмыс деген еңбегін қарай отырып, ішінде тиімді кері байланыс беруге мынандай бірқатар ұсыныстар беріпті. Мұның ішінде қайталанғандары барша. Соның ішінде кері байланыс беруде уақытты қап ұстану жоғарыда айтылды. Оқушылардың жеке қажеттілігіне мән беру. Оқушы білімді қалай алып жатыр, немесе қалай алғысы келеді. Бүгін берген тапсырманы оқушының орындауы бойынша
ертеңгі тапсырманы мен қалай беруім керек, қандай көлемде беруім керек, бүгінгі берілген көлем мен ертеңгі берілген көлемнің арасында қандай байланыс бар, мазмұнына, сапасына мән бере отырып, оқушының қалай үйреніп жатқандығы. Міне осыған да мән беру керек сияқты. Және бір мезетте бір қабілетке мән беру. Бүгінгі қашықтан оқыту жағдайында, тағы да айтамын, кері байланыс бір сыныптағы 25 оқушыға бір қатар бірдей беріп жату өте қиын. Сондықтан біз мүмкіндігінше графикалықты көп қолданып жатқан мұғалімдерге айтарым, ең болмағанда оқушы өзінің жұмысының тексеріліп жатқан, мұғалімнің назарында екендігін, қай жерін дұрыс істеген мұғалім көргендігін көру үшін ең болмағанда күніне оқушының қандай дағдыны бүгін меңгергендігі, қандай қабілеті артып жатқандығы аталып отырса. Барлық қабілет бір күнде болмауы мүмкін. Ең болмаса, бүгін сенде мынандай дағды жақсы қалыптасқан тапсырма орындауынан көрінді. Ертең келіп, сенде мына дағдының ишандары байқалады дегендей бір қабілетке мән беріп отырса. Оқушыға қосымша уақыт беру. Кері байланыс не үшін беріледі? Бағана жоғарыда айтып кеткен кері байланыс бағалаушылық тұрғыда еместігін назарда ұстаймыз. Сондықтан оқушы тапсырманы орындағаннан кейін, мұғалімнен кері байланыс алғаннан кейін өз жұмысын, өз оқуын жақсартуға мүмкіндік алу керек. Сондықтан оған кері байланыс бергеннен кейін белгілі бір уақыт берілсе. Сол уақыттың ішінде оқушы мұғалімнің берген пікірі, ұсынысы арқылы өз оқуының қай жерін жақсартады. Осы тұрғыда ойлануына қосымша уақыт беруде Блэк пен Уильям осыны ұсынады. Және оқушыларды өзара байланысқа тарту, бұл менің келесі слайдымда жақсырақ ашылады. Өзара кері байланысқа қашықтан оқытуда қалай тартамыз. Енді осы вебинарға тағы бір ізденген еңбектердің ішінде Австралияның Гриффит университетінің ғалымдары Кристина Поятас Матас пен Кэмерон Эллен деген әріптестеріміз қашықтан оқыту кезінде жұмыс және топтық кері байланыс арқылы қалай беруге болады осы жұмыстарды, бағалауға болады. Міне осы тұрғыда еңбектерін айтқан екен. Сондықтан бұл екі әріптесіміз жалпы жұптық кері байланыс пен топтық кері байланысының қашықтан оқыту жағдайында қандай тиімділігі бар, қандай артықшылығы бар, кемшілігі бар, соған тоқталған. Енді оны өз тәжірибемізге ыңғайлап бейімдеп көрсек. Міне жұптық кері байланыс эссе ұсынуды, эссе жазу кезінде. Әрине бұл да бір өзекті сұрақтар. Мұғалім ең алдымен нұсқалық беріп, яғни мысалға ағылшын тілі болсын, қазақ, орыс тілінде болсын, ең алдымен оқушыға нақты түсінікті нұсқаулықты беріп алған жөн. Яғни эссенің құрылымы қалай болады, эссеге сілтемелерді қалай қосып отыру керек, қорытынды бөлімде қалай ойды құрылымдау керек мысалға, және сол эссенің бағалау критерийлерін оқушылармен бірге отырып құрастырып алса, бұл ең алғашқы мұғалім нұсқаулығына. Енді тапсырманы орындауды 3 қадамда жүргізсе болады. Бірінші, барлық сыныптағы оқушыларға 10 минуттың ішінде белгілі бір тақырып бойынша эссе жазу тапсырылды. Келесі қадам, барлық эсселер жазылып болған соң өз жұмысын сыныптағы басқа оқушыға кез келген платформа арқылы кері байланыс алуға, яғни пікір алуға ұсынса. Өзінің жұмысын мұғалімге дейін. Және үшінші қадамымыз, сыныптасы берген ұсыныс пікірден кейін өзінің жұмысына қайта оралып, рефлексия жасап, яғни толықтырулар мен өзгерістер енгізсе. Бұндай жұптық кері байланыстың қандай тиімді жақтары бар, соған қарасақ. Біріншіден, бұл күрделі оқу әрекеттерін кішігірім оқу міндеттеріне бөлу мүмкіндіктері болады. Қарап отырсақ, және нақты оқу мақсатына жетуге бағытталған тапсырманы түрлендіруге, яғни тек қана тапсырма оқушыға эссені жазыңдар, мынандай тақырыпта мен тексеремін, бағасын беремін деген ғана емес, яғни оны түрлендіріп, менің эссеме сыныптасымда баға бере алады, ұсыныс бере алады дегенде, немесе мен сыныптасымның жұмысына баға бере аламын деген. Сондықтан түрлендіруге мүмкіндік береді. Яғни белгілі бір тақырып немесе белгілі бір оқу мақсаты аясында оқушыда жаңа дағды қалыптасады, жаңа білім қалыптасатынын көре аламыз. Және құрдастардан алған кері байланыс арқылы әрбір оқушы өзіне қолдау күтеді. Енді кемшіліктер де жоқ емес бар. Құрдастары бір-біріне кері байланыс беру барысында әрине бұлар көп жағдайда критерийлер, бағалау критерийлеріне мән бермей, жалпылама тұрғыда беріліп кетуі де мүмкін. Объективті, субъективті пікірлер басым көрініп кетуі мүмкін. Және әрине басқа сыныптасының жұмысын қарай отырып, идеялар ұрлауы мүмкін дейді.
Бұл да әрине келісеміз, жұптық кері байланыс. Бірақ артықшылығын басын ба, кемшілігі басын ба? Мүмкін өз тәжірибеңізге осыны қолданып көріп, сізде мүмкін басқаша нәтиже көрсетуі мүмкін. Өте жақсы, мына жерде жақсы ойлар айтылып жатыр екен. Бір күнде бірнеше сынып оқушыларының қашықтан кері байланыс жасау барысында интернет акт қолданып мұғалім денсаулығына кері әсер етеді. Бұл біріншіден айтайын, елімізде болып жатқан жағдай білім және ғылым министрі тарапынан да күнделікті ақпарат құралдарынан айтылып жатыр. Мұғалімдердің жұмыстары ешқандай төмендемеген, керісінше міндеттері, жауапкершіліктері екі еселенген айтып жатыр. Бұл оңай болмайды, әріптестер. Оны түсініп отыр. Бірақ оқу процесі тоқтамау керек. Біз өзіміздің оқушыларымыздың білім алуына ықпал еткіміз келсе, әрине педагогтар оған шыдамдылықпен қарайды деп ойлаймын. Енді топтық кері байланыста қандай ерекшеліктер бар? Бұл жерде қадамдар, бірінші қадамымыз жаңа алдындағы қадаммен ұқсас келеді. Эссе жазу, жеке тапсырма. Ал екінші қадамда барлық жұмыстарды мұғалім өзі жинап алады. Қашықтан, яғни Word форматында жазылады. Және мұғалім олардың барлығының фамилиясы, тегі, аты жөнін алып тастап, әрбір эссеге шифрлар қояды. Бірінші эссе, екінші эссе, үшінші эссе, төртінші эссе дегенде. Бірақ өзіне жазба түсіріп алу керек. Яғни қай шифр, қай оқушының жұмысы екендігін біліп отырған дұрыс. Енді одан кейінгі жағдай тағы бір дүние, келесі қадамда мұғалім осы шифрленген жұмыстарды барлық оқушы отырған ортақ платформаға, чатқа қайттан салады. Бұл жерде оқушылардың барлығы барлық оқушылардың, сыныптастардың жұмыстарын көруіне мүмкіндік алады. Оған арнайы уақыт беріледі әрине. Және берілгеннен кейін қайтадан кездесу уақытында мұғалім оқушылармен бірлесіп отырып, ортақ қателіктер бойынша пікірлер айтып отырады. Яғни сындарлы кері байланыс береді. Мысалға, бірінші және үшінші, бесінші эсселерде қарасаңыздар, кіріспе бөлімінде қанатты сөздер жақсы, немесе цитаталар жақсы келтірілген. Немесе екінші, 9-шы эсселерді қарап отырсаңыздар, ол жерлерде оқушының қорытынды бөлімінде өзіндік ой пікірлері әлдеқайда төмендеу, аздау болып тұр. Немесе 12-14-ші жұмыстарда жақсы фактілер, айғақтар мысалдары өте жақсы келтірілген деген сияқты мұғалім қай жұмыстарда қандай жақсылықтар бар екен ортақ беріп отырады, және ол сындарлы кері байланыс барлық топқа беріледі, және оқушылар да өздерінің көргені бойынша пікірлерін оған қосып отыра алады. Бұндай кері байланыс қай платформада болуы мүмкін деген сұрақтар болуы мүмкін. Мен бағана айтып кеттім, Padlet.com сервисінде тақтаның мүмкіндіктерін біз көрдік, әріптестерімізбен. Сол тақтада өте тиімді екендігін көрсетіп жатыр мұғалімдер. Енді 5-ші қадамымыз, бұл жерде оқушылар өзінің жұмысы бойынша рефлексия жасауына мүмкіндік болады. Енді қандай артықшылықтар, кемшіліктер бар бұл топтық кері байланыстың? Міне көріп отырсыздар, ең алдымен жаңа алдында айтылған кемшіліктердің қатарында жалпылама кері байланыстан көрі оқушылар мұғалімнің араласуымен сындарлы кері байланыс қалай берілу керек, осы жағын үйренеді. Үлгерімі төмен оқушылар жақсы жұмыстарды көріп, өзінің жұмысымен салыстырып көріп, өзіне баға бере алады. Және тақырып бойынша бұл жерде де жаңа біліммен қатар қажетті дағдылар қалыптасады, қай жерде неге мән беру керек, өзінің қандай осал тұсы бар екеніне мән береді. Және соңында өздеріңіз көріп отырған объективті, яғни бағана айттық, тұлғаға бағытталғаннан көрі нақты тапсырмаларға бағытталған объективті кері байланыс, және оқушының аты аталмайды. Бұл жерде ортақ қателіктер болған соң оқушының қабылдауына да жеңіл болады бұндай кері байланыс. Әрине, мұның кемшіліктері жоқ болмауы мүмкін. Бұл жерде қабілетті жоғары оқушылар, немесе дарынды оқушылар бұндай кері байланыс түрлерін ықпалы аз болуы мүмкін ондай оқушыларға. Себебі олар жалпылама жұмыстың ішінде жақсы жұмыстардың қатарында болып, бізден идея ұрлайды дегенде пікірлер болуы мүмкін. Әрине, оны мұғалімнің ұйымдастыру шеберлігіне байланысты. Артықшылығы басын ба, кемшілігі басын ба, қолданғанда қалай тиімді болады, әрбір педагог өз тәжірибесіне ыңғайлауына, икемдеуіне болады деп ойлаймын. Енді бағана сұрақ болды, аудиомен, видеомен кері байланыстар беруге болмай ма деген. Жақсы, мынау британдық ғалымдардың жақсы бір онлайнде безіндіктарды беру бойынша осы бір жақсы идеялар бар екен. Біріншіден, аудио-видео жазбалар қашықтан оқыту кезінде өте қажет.
бұл күнделікті болмағанмен, белгілі бір аптаның белгілі бір уақытында өзінің сыныптағы оқушыларымен мұғалім байланысқа шығып отырған маңызды. Біріншіден, тапсырма өте ауқымды болған кезде оқушының оған деген, оны орындауға деген белсенділігі түсіп кетіп, қызығушылығы да түсіп кетеді, оның барлығын оқып жатуға, орындап жатуға. Сондықтан, ал былайша айтсақ, қарапайым тілмен айтқанда, оқушының мұғалімге деген сағынышы да басым бола бастайды. Сондықтан өзінің пәнінің мұғалімінің дауысын есту, видеосы мен түрін көру өте маңызды. Сондықтан бұл аудио-видео жазбалар күнделікті болмағанмен балаға қажет екендігін көру керек. Енді бұл не үшін қажет? Біріншіден уақыт үнемдейді. Ол келісесіздер. Және оқушының тапсырманы дұрыс түсінбей қалуы немесе қате түсінуі соның алдын алуға ықпал етуі мүмкін. Және оқушылардың өз пәнінің мұғалімін көріп отырғаннан кейін, өздерімен байланысқа шығып отырғаннан кейін, қашықтықтан болса да өзара әрекеттестік бар екендігін сезгеннен кейін, мұғалімнің ашықтығын сезінеді және өздері де ашық болады деп ойлаймын. Және енді бұл жерде ескеретін жай, аудио, видео жазба арқылы кері байланыс бергенде, бұл жазбалардың ұзақ болмауын қадағаласа. Яғни мен ұсынар едім 1-3 минут аралығында жеткілікті. Яғни әрбір оқушыға жазба берген кезде қысқа, нақты қай тұста нені істеу керек, мысалға соны атасаңыз жетіп жатыр. Енді кейбір мұғалімдер айтады, видео жазбаға арнайы дайындық керек, қазір челлендж деген шығып жатыр, челленджге арнайы киім киіп дайындалып шығып жатқандар бар. Сондықтан мен бұл жерде айтарым, бұған кәсіби тұрғыда, идеалды тұрғыда түсірілу міндетті емес. Оны жақсы түсінсеңіз, себебі бұл идеалдылық, кереметтілік, бұл оқушының оқуына ықпалы аз болады. Бұл жерде тапсырмаға бағытталған, оқушының әрекетіне бағытталған пікірлерді онлайн формада берсеңіз, балаға сол әлдеқайда тиімді екендігін түсінген дұрыс. Жақсы, Аида, сұрағыңызға жауап ала алсаңыз. Енді мына жерде айтып жатқан дүниелердің барлығында, мүмкін мұның барлығы педагогтардың қолынан келеді ме? Қазір жүктемесі көп болып жатыр деп жатсыздар. Мен айтарым, қашықтан оқыту кезінде мынау мұғалімнің жұмысы екі еселеніп жатқанда, кері байланыс беру тұрғысынан да мұғалімнің жауапкершілігі артып жатқанды. Енді сол беріп жатқан кері байланысың қаншалықты тиімді болып жатыр, оны әрбір мұғалім өзіне өзі баға беріп, өзіне өзі сыни қарауы, оның сыни тұрғыда кәсіби шеберлігінің артып жатқанын деп айтар едім. Сондықтан, егер өзінің оқушыларының оқуына, өзінің балдарының оқуына жанашитын әрбір атана, әрбір мұғалім кері байланыстың маңызды екендігін, қандай тұрғыда, қандай формада берілсе де, оның сапалы берілуі маңызды екендігін түсінеді. Сондықтан да мен айтарым, мынау қашықтықтан оқыту режимі болсын, онлайн режимде оқыту болса да, мынау онлайн немесе осындай кері байланыс беру дағдыларын жетілдіру, мынау қазіргі жаңартылған білім беру мазмұнының ұстанымдарының басты бірі өмір бойы білім алу ұстанымы соған сәйкес келеді. Бұл яғни айтқанда қазіргі уақытта ең өзекті мәселе екендігі. Күлайша Сүлейменова өте жақсы, аралдық әріптесіміз жазып жатыр. Күлайша апайымыз, аудио және видео арқылы кері байланыс беру қажет. Енді Бақытжанқызы Гүлжанның айтып кеткен пікірі бар екен. Жақсы жағы оқушылардың оқу белсенділігі артып жатыр. Өте жақсы. Мен оны әлеуметтік желілерден де өте жақсы пікірлердің қалыптасып жатқаны, қазіргі таңда жағдайды мұғалімдер ғана емес, үйде отырған ата-аналар да, балалар да, қоғамның кез келген мүшесі де қазіргі таңда қашықтан оқыту жағдайында жұмыстың жеңіл болып жатпағандығын түсініп жатқаны қуантады. Және балалар да қазір 5 күн болды, уже төселіп қалды, өзімнің де балаларым бар, үйде оқып жатқан. Сонда өздерінің белгілі бір уақыттары бар, әр тапсырмаға берілген тапсырма орындау уақыттары, және жауапкершілікті сезініп жатыр, тіпті басқа нәрсеге бұрылуға уақыттары жоқ десек болады. Енді мен бізге берілген уақытта өте көп емес, қазір бізден кейін де вебинарға қосылады. Менің сіздерге осы бір барлық айтып жатқан дүниеде ұлттың көшбасшысы, қазақстандық білім беру жүйесіне өзіндік үлкен үлесін қосқан арыстарымыздың бірі Мағжан Жұмабаевтың кері байланыс туралы пікірін айтып кетсем дейді. Өзін мақтама, ісін мақта. Мақтағанда мақтауға тұрарлық ісін мақта дейді. Баланың жеңіл істерін мақтай беру балада менмендік, ретсіз тәкаппарлық туғызады. Қайта бір жеңіл, дұрыс ісі болса да, нашар шәкіртті мақтау керек.
Ал енді жақсы оқуы, дұрыс құлқы үшін сый, награда беру, үлестіру тіпті дұрыс емес. Мұндайда сый алған бала сый алу үшін ғана тырысады, сый алмаған бала өзіне өзі сенбейтін болады. Мағжан Жұмабаевтың мына пікірімен келісесіздер ме, келіссеңіздер, мына жерде чатта плюс белгілеріңізді көрсем деймін. Құрметті әріптестер, Мағжан Жұмабаевтың. Өте жақсы. Өте жақсы. Енді мынау жаңартылған білім беру мазмұнының, бағдарламалар мазмұнының ішінде де айтылады. Баршаңызға айтарым, дәстүрлі оқыту жағдайы болсын, қашықтықтан оқыту жағдайы болсын. Кері байланыс қалайда оқыту тәжірибесіне, оқу тәжірибесіне тікелей байланысты, тікелей ықпалы болатынын ұмытпаған үшін. Және кері байланыс тұлғаға бағытталғаннан гөрі оқушының әрекетіне нақты орындалған тапсырмаға болса, кімге де, мұғалімге де, оқушыға да оны ұсыну да, қабылдау да жеңіл болар еді. Және оқуға ықпал ететіні сөзсіз деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, мына жерде өте жақсы. Бізге хабарламалар да келіп жатыр екен. Келесі вебинарлардың. Өте жақсы. Қазақ педагогикасының авторының пікірімен келіспеу мүмкін емес. Жақсы. Мұндай бағалау төңірегінде оқыту тәжірибесі бойынша Ахмет Байтұрсыновтың еңбектерінде де өте жақсы аталады. Олардың қазір еңбектері біздің жаңартылған білім беру мазмұнының астарында жатыр. Сондықтан оны жақсы түсінген адамға өте пайдалы болады деп ойлаймын. Енді сұрақтарыңыз болса, әрине, Жазира Балымбетова, ағылшын маманы болу керек. Thank you very much дейді. Not at all. You are welcome. Мен сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Көп рахмет. Жақсы. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар? Мен тағы да қорытынды айтып кететінім, просто бұл жерде сіздерге кері байланыс дәстүрлі жағдай болсын, тағы да айтамын, қашықтықтан оқыту жағдай болсын, кері байланысты ұсыну формасын, түрін, жиілігін, көлемін әрбір мұғалім, әрбір педагог өзі анықтайды. Және өзіне, мектепке, мұғалімге, оқушыға қандай платформа қолжетімді, сол платформадасын. Тек қана оның сапалы, тиімді болып жатқан мұғалім өзі бағалап отырса деймін. Жақсы, сұрақтар жоқ сияқты. Ендеше назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Амандықта жүздесейік баршамыз. 4-ші тоқсан сәтті аяқталсын.